Қостанай облысында қазіргі уақытта 8 мыңнан астам ауыл шаруашылығы құрылымдары жұмыс істейді. Олардың ішінде 3 мыңнан астамы мал шаруашылығымен айналысады. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер тарапынан жеңілдетілген отын бөлуді сұраған ауызша және жазбаша өтініштердің жиі келіп түсетінін растайды. Биыл өңірге шамамен 166 мың тонна мұнай өнімдері жеткізілді. Олар негізінен егістерді себуші шаруаларға және астық кептіру жұмыстарына бағытталған. Сонымен қатар басқарма мамандары биылғы жылы дизель отынның жалпы бөлінген көлемі өткен жылға қарағанда төмен болғанын хабарлайды. Биыл мал өсірушілерге отын бөлу мүмкін болмады, бірақ көктемгі егіс пен жинау жұмыстарында өтінімдер қабылданды. Бір жылдық және көп жылдық шөптерге де бөлінетінін ұмытпау қажет. Бұл да өз кезегінде жем шөп дайындауға бағытталған. Марат Карасиковтың айтуынша, отынның өзіндік құны өскен. Қазіргі таңда оның орташа нарықтық бағасы 320 теңге, ал жеңілдетілген отын 254 теңгеден сатылуда. Осылайша жеңілдікті фермерлер жылына шамамен 12 миллиард теңге үнемдейді. Облыста агроөнеркәсіптік кешенді қолдау мақсатында 9 түрлі субсидия бағдарламасы жүзеге асырылуда. Оларға тұқым шаруашылығын дамыту, мал шаруашылығын қолдау, басын дақылдарды дамыту, пестицидтер, тыңайтқыштар, инвестициялық субсидиялар, сүт өнімдері және сыйақы мөлшерлемесіне арналған бағдарламалар кіреді. Басқарма келесі жылы сұйық отын молынан артылады деп үміттенуде. Бұл мал өсірушілерді қажетті отынмен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп жоспарлануда. Ал осы уақыт аралығында кәсіпкерлер палатасы жағдайда бақылауда ұстап шешімдер іздеуді жалғастыруда. Біз палата ретінде қазір мал шаруашылығының жанар жағармай материалдарын сатып алу жөніндегі деректерін мониторингілеп жатырмыз. Болашақта жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп қолданыстағы нормативті құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар мен ескертулер жолдауды жоспарлап отырмыз. Бұл өзгерістер мал шаруашылығы құрылымдарына дизель отынын жеңілдетілген бағада, яғни қалған қалдықтар ретінде емес, барша фермерлермен теңдей алуға мүмкіндік береді. Анастасия Кудрина уақытылы және қолжетімді отынның жоқтығы тек жем шөп дайындауға ғана емес, малдың жалпы жағдайына да қауіп төндіретінін ерекше атап өтті.